қандай мәселе бар, оны шешу үшін не істеу керек, қанша қаражат керек, бәрін біліп тұруларыңыз керек. Қай-қайсыңыз болса да. Мына келіп тыпыршымай. Өкінішке орай, кейбіреулеріңізге, тек сізге қатысты емес. Уже депутаттарымыз да күліп жатыр. Дайындалмай барады сұрақтарға. Бюджет қараған кезде, сол саланы қараған кезде, қасына орынбасарын етіп жүреді переводчик. Содан сұрап тұрады өзім білген. Басқарма басшылары, көбісіңіз. Қатаң ескертемін, дайындалып келіңіздер. Ол дұрыс емес деген сөз. Өзінің саласын білмейтін адам. Спорт нысандары керек пе ойға, мәдениет қандай? Бізге қазір қалада тапшы спорт комплекс керек. Біз кеше бір спорт комплексті көрдік. Алдында жобасы бар екен, 2 миллиардқа жуық қаражат салуға. Жаңағы кешегі елді мекендер салынып жатқан фоктар бар ғой, солардан біраз үлкен, бірақ бұл жерде кім дайындаған ол жобаны? Ол жобаның қазір пир эскизный проектімен пирі бар екен, білім несінде басқармасында. Біз кеше қарап шыққанбыз. Кезінде Қамбашта жыл бойы жұмыс істеуге әзірлеген жобамыз бар. Ішінде оның бассейні бар, спорт залы бар, күрес залы бар, тренажер залы бар. Бірден айтайын сіздерге. Біріншіден 2 миллиард теңге Байқоңырда спорт кешенін салуға ешкім ақша бермейді. Ол біріншіден. Ықшамдау керек жобаны. Екіншіден, жаңа өзің айтып жатсың, қаншама ғимараттар бізде бос тұр дейсіңдер. Сол бос ғимараттарды неге соған бейімдемейміз? Оның бәріне кәсіпкер кірмейді ғой, ол түсінікті жағдай. Кеше өзіңіз суретін көрсеттіңіз. Әп-әжептердің ғимараттары бар. Ашайды да соның спорт кешенінде. Күрделі жөндеуден өткізіп. Мынандай 2 миллиард кетпейді ол кезде. 200-300 миллионмен ашуға болады ғой. 600-700 миллионға салғанша. Ана ғимаратты обал енді оны бұзуға. Әп-әдемі ғимараттар тұр. Кеше көрсеттім ғой маған.